Әлемнің барлық елдерінде еркектік ұғымның өзіндік мәні бар, және ұл баланы қай кезде жігіт деп санауға болатын әртүрлі елдердің тұрғындары өздері анықтайды. Қазіргі қоғамда жігіт болу үшін жыныстық жетілу, отбасын құру, қоғамда мәртебе алу қажет. Бірақ әртүрлі тайпаларда нағыз ер адам болып саналу үшін жиі инициацияның қорқынышты ғұрыптарынан, соның ішінде ауырсынудан және қорлаудан өту керек. Осыдан кейін ғана бала жігіт деген мақтаныш атағына лайықты түрде ие болады. Біз бүгін осындай сұмдық 5 салт дәстүрлер туралы айтатын боламыз. Бұқалар мен сиырлардың үстінен секіру. Эфиопия. Каро тайпасының әрбір ұрпағы инициация рәсімінен өтеді. Жігіт болу үшін тыржалаңаш күйде бұқалардың үстінен секіру керек. Қарапайым және көңілді нәрсе сияқты естіледі ме? Салтанатты рәсімде шынымен қорқынышты астар бар. Егер адам биологиялық тұрғыдан толық жетілген болса, онда каро арасында ол рәсім аяқталғанша кішкене бала болып саналады. Ал каро тайпасында бала болу екі нәрсені білдіреді. Біріншіден, сен үйленбейсің. Екіншіден, олар балаларын өлтіруі керек. Рәсімнен өтпеген әкелерден туған каро сәбилері заңсыз болып саналады. Ал каро заңы бойынша некесіз балдардың өмір сүруге құқы жоқ. Ал егер күйеуі өгіздердің үстінен жалаңаш секіріп өтсе ғана, оның балалары өмір сүре алады. Тыртық салу. Папуа Жаңа Гвинея. Папуа Жаңа Гвинеяның Канингара тайпасы тайпа мүшелері мен олардың айналасы арасындағы рухани байланысты нығайтуға бағытталған өте ерекше рәсімді жасайды. Салттық рәсімдердің бірі рух үйінде өтеді. Жасөспірімдер 2 ай бойы рух үйінде оңаша өмір сүреді. Осы оқшаулау кезеңінен кейін олар ересек өмірге көшуін мойындататын рәсімге дайындалады. Ритуал барысында адамға бамбук сынықтары мен терісіне тыртықтар жасайды. Салынған тыртықтар қолтырауынның терісіне ұқсайды. Бұл тайпаның халқы қолтырауындарды адамдардың жаратушысы деп санайды. Денедегі белгілер кішкене баланы жеп, есейген адамды тастап кеткен қолтырауының тіс іздерін білдіреді. Нашамен сынау. Алгонкин тайпасы балалық шақты нағыз ер адам болуға кедергі